Сәлеметсіздер ме? Пайда мен зиян YouTube каналының көрермендері. Күнде қолданып жүрген жеміс-жидектер мен көкөністерді дұрыс жумаған жағдайда денсаулығымызға қандай зиян келеді? Арықтауға кері әсері бар ма? Бүгін осы жайында айтатын боламыз. Одан бұрын каналымызға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Барлық адамның мейлі қай жаста болсын міндетті түрде жеміс-жидектер мен көкөністерді пайдалануы керек. Ал соларда пестицид деген болады. Ол өсімдік зиянкестері мен індеттерін жоятын химиялық препарат. Ол адамның терісіне түсуіне, оны жұтуына немесе тыныс алуына байланысты әртүрлі әсер етуі мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пестицидтердің көп мөлшері улануды туғызады, қатерлі ісік немесе ұрпақты болу қабілетіне әсер етеді деп болжайды. Және бұдан басқа да адам ағзасына кері әсерлері бар. Арықтағысы келетін адамдардың назарына айта кететін жайт. Жеміс-жидек пен көкөністерде қалып қойған бұл химиялық препарат зат алмасуды баяулатып, салмақ жинауға алып келеді. Ғалымдар адам ағзасындағы тамақтарды энергияға айналдыратын митохондрияны зақымдайды дейді. Нәтижесінде тағы да артық салмақ қосылуы мүмкін. Ең жоғары пестицид деңгейі мына жемістер мен көкөністерде бар. Шпинат, құлпынай, орамжапырақ, жүзім, алма, шие, шабдалы, қызанақ, алмұрт, ақтүйнек, балдыркөк. Ал керісінше ең аз жеміс-жидектер тізімі: тәтті жүгері, авокадо, мұздатылған бұршақ, ананас, пияз, қояншөп, баклажан, киви, қауын, түрлі түсті орамжапырақтар, саңырауқұлақтар, тәтті және шырынды қауын, сонымен қатар брокколи. Ең маңыздысы, бұл зиянды заттардан қалай құтылуға болады. Жемістер мен көкөністерді ыдысқа салып, оған жеткілікті мөлшерде су құйыңыз. Шамамен 1 литр суға 1 ас қасық сірке суы немесе 1 ас қасық ас содасын салып 15 минутқа қалдырыңыз. Осыдан кейін жидектерді сумен жақсылап шайып алыңыз. Сірке суы 98%-ын жемістерден алып тастауға көмектеседі. Бұл олардан құтылудың оңай және тиімді әдісі. Бұлар қиындық тудырса, жемістерді 1 сағатқа салқын суда ұстаңыз. Сонда олардың біраз мөлшерінен құтыласыз. Видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қандай пайдалы ақпарат алғыңыз келеді, көменге жаза кетіңіз. Сау болыңыздар, ауырмайтын жол іздейік.